Қайызғақтан зардап шегіп жүрген болсаңыз, шешімі оп-оңай. Сәлем достар, сіздермен оңай медицина. Бас терісінің құрғауынан, дұрыс күтім жасалмағаннан, су сабының сәйкес келетін таңдамағандықтан шаш қайызғақтанады деген түсінік бар. Бұл болжамның да шындыққа жанасатын тұстары бар шығар, бірақ оның алдын алуға, мәселенің шешімін табуға әбден болады. Үнемі күтім жасап, тамақтануыңызды дұрыстап, ағзаңызды қажетті дәрумендермен толтыра отырып, үйде көптеген маскаларды жасасаңыз құтыласыз. Тек қана ерінбесеңіз болғаны. Ол үшін біршама қоспалар қажет, барлығы да қол жетімді. Біріншісі лимон қабығы. 4 лимонның қабығын 1 литр суға салып 15 минут қайнатып алсаңыз, аптасына 1 рет осы қоспамен шашыңызды шайып тұрсаңыз қайызғақ кетеді. Зәйтүн майы немесе кастор майы. Егер бас терісі құрғақ әрі қайызғақ болатын болса, шашыңызды жуар алдын зәйтүн немесе кастор майы арқылы бас терісіне жақсылап массаж жасау керек. Сонымен қатар бұл майдың қайсысы болса да бір ас қасығын алып, лимон шырының бірнеше тамшысын қосатын болсаңыз, барлығын жақсылап араластырып алып, оған саусақтың ұшын батыру арқылы қоспаны алып, бас терісіне массаж жасайсыз. Массажды тым жеңіл, және аса қатты батырып емес, орташа жылдамдықпен жасағаныңыз жөн. Тырнақты батыруға болмайды, 5-10 минуттай массаж жасаған соң, жылы сумен жақсылап жуып тастайсыз. Тағы бір әдісі жұмыртқа, айран, арақ. Бір жұмыртқаға жартас қасық арақ, жартас қасық айран қосып, араластырып, осы қоспаны басыңызға жағасыз. Мұны 2 күнде 1 рет жасап тұрсаңыз болады. Және де соңғы әдіс тұзбен шаю. Ал ең оңай тәсілі, нәтижесі бірден болмаса да қайызғақты біртіндеп азайып жатқанын байқатады. Ол үшін шашты күнделікті жуып жүрген су сабымен жуып, тазалап шайып алған соң, қайтадан жылы суға 1 уыс тұз қосып, шашты шайса, қайызғақ бірден кетпесе де азаяды. Өйткені әркімнің бас терісі әр түрлі. Бұл айтылған емдік рецепттердің барлығы да бастағы қайызғақты міндетті түрде кетіреді. Қолыңызда бар затты қолданып, қайызғақтан құтылыңыз. Сіздермен бірге болған қиын тақырыпты оңай тілмен түсіндіретін оңай медицина. Барлықтарыңызға сәттілік. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.